Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанбота Жандосқызы. Сіздерге химия менімен оңай. Осы парақшада химия пәнін қарапайым тілде түсіндіремін. Алғашқы тақырыбымыз бұл химия дегеніміз не? Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, химия дегеніміз заттың қалпына келмейтін басқа затқа айналуын зерттейтін ғылымды айтамыз. Мысалдармен түсіндіретін болсам, бұл көмір. Қатты зат табиғатта кездеседі, ал көмірді жанған кезде бөлінеді, бұл газ. Яғни көмірдің жануы бұл бізде химиялық реакция, химиялық процесс деп атауға болады. Бастапқы зат қатты күйде болады, жанғаннан кейін ол газға айналады. Яғни газ қайтадан қатты күйге айналмайды. Сондықтан да химия осыны зерттейді. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, бұл қант. Қант бізде дастарханымызда ақ түйіршік күйінде кездеседі. Ал осы қантты карамель алатын болсақ, яғни оны қыздыратын болсақ, бұл сұйық күйге айналады. Осы кезде жүрген процесті химия деп атаймыз. Химия заттардың, олардың қасиеттері мен басқа заттарға айналуын зерттейтін жаратылыстану ғылымының маңызды саласы болып табылады. Жалпы химиядағы негізгі ұғым, яғни бұл көп кездесетін сөз дегенмен бірдей. Химиядағы негізгі ұғым бұл зат. Зат дегеніміз не? Зат деген денелерді құраушылар. Бұл бізде ұбт-да кездеседі, сондықтан есімізге сақтап қаламыз. Сізге менің ақпаратым ұнаған болса, лүпіл басып тіркелуді ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыз. Ақпаратты сақтап алыңыз. Өз балаңызға немесе достарыңызға жіберіңіз. Мен осындай қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісіп отырамын.